Геморройдан құтқаратын мына емді біле жүріңіз. Бұл бір күнде геморройдан құтқарып жаныңызды рахатқа бөлейді. Соңғы кезде геморрой ауруына шалдыққандарды жиі естіп жатамыз. Тек ішекте орналасқан геморройдиалды түйіндердің шамадан артық ұлғаюынан пайда болған бұл ауру жүріп тұруды қиындата түседі. Аяқты бастырмай ауыртады, қалауыңша жатуға мүмкіндік бермейді. Сыздап ауыртатын геморрой ерлерде де, әйелдерде жиі кездеседі. Сіздермен бірге дертке тауарнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Геморрой жауыр болған емес, керісінше жасырын тақырып. Көпшілік жасқанып жасырғысы келеді, алайда ауруын жасырғанның өлетінін ескерсек, емделуден ұялмау керек. Мейлінше тексеріліп, анықтап, шипасын іздеген маңызды. Енді басталса емдеу қиын емес, ал асқынып кетсе, соңы ота залынан бірақ шығарады. Егер сіз геморройдың қандай да бір белгілерін байқасаңыз, дереу дәрігерге барыңыз. Тексерілуге ұялатын болсаңыз, онда халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Геморрой ауруы қышу, күйдіру, қан кету секілді белгілер арқылы көрініс береді. Геморройдың пайда болуына: күн ұзақ бір орында отырып жұмыс істеу, тым көп жүк көтеру, аяғынан тік тұрып жұмыс істеу, дұрыс тамақтанбау, майлы, тұзды қуырылған тамақты көп тұтыну, артық салмақ, шылым шегу, алкогольді ішімдік ішу, жүктілік немесе босану, стресс, жиі іш қату немесе іш өту, шекке ісіктің пайда болу себептері болады. Негізінде геморройдың шыққанын бірден байқау қиын, десе де жайсыздықтар арқылы белгі береді. Геморройдың пайда болуына созылмалы іш қату себеп болады. Егер сіздің тамақтану мәзіріңізде крахмал мен ашытқы көп болса, онда ішек жұмысына кері әсер беріп, ішіңіз қатады. Әйелдердің жатырында өзгерістер орын алғанда геморрой пайда болады. Тік ішектің қабынуынан да геморрой шығады. Бұл кезде солық қайнатпасымен дертіңізге дауа табасыз. Бір орында отырып жұмыс істеуде аурудың пайда болуына әкеледі. Егер сіздің жұмысыңыз бір орында тапжылмай отыру болса, онда әр 20 минут сайын жеңіл жаттығу жасауды әдетке айналдырыңыз. Күн ұзақ бір орында тұрып жұмыс істеуде геморройдың шығуына септігін тигізеді. Ауыр зат көтеруден де сақ болыңыз. Белге түскен салмақ геморрой шығаратынын ұмытпаңыз. Геморройдың белгілері: мазасыздық, анал аймағының қышуы, күшенген кезде анал аймағының ауруы, анал аймағында ісіктің пайда болуы, анал аймағынан қан кету, үлкен дәретке отырғанда анал аймағында томпақ зат білінеді. Кей жағдайда үлкен дәретті ұстай алмайтындар болады. Міне, бұл геморройдың асқынғанын айқындай түседі. Ендеше ауруды асқындырмай алдын алуға асығыңыз. Анал жолында қандай да бір өзгеріс байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Ауру енді басталғанда халық әдісімен тоқтатуға болады, ал асқынған жағдайда тек хирургиялық ота жасалына түседі. Геморрой халықтық әдіспен емделеді, тек қана жаңадан басталған ауруға ғана қолданасыз. Ыстық ванна: 1 литр сүтті ыдысқа құйып отқа қойыңыз. Оған 1 бас пиязды салып, 30 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң емдік сұйықтықты шылапшынға құйып, буынға жүрелеп отырасыз. Ем уақыты сүт салқындағанға дейін созылады. Түймедақ тығыны: 30 грамм кептірілген түймедақ, яғни ромашка шөбін 200 мг қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, мұз жасайтын арнайы текшеге құясыз. Ыдысты мұздатқышқа қою керектігін ұмытпаңыз. Дайын болған түймедақ мұзы ісінуді кетіреді, қабынуды емдейді, тамырлы тарылып, қан жақсы айныла бастайды. Түймедақ бактерияға қарсы және анальгетикалық әсерге ие. Картоп тығыны: картопты жуандау етіп тіліктеп турайсыз. Көкөніске вазелин жағып, тік ішекке саласыз. Картоп тығыны 1 күндік геморройдан құтқарып, жаныңызды рахатқа бөлейді. Бал тығыны: 2-3 қайтара қабатталған дәкеге сықпа балды салып, нығыздап ораңыз. Сосын жарақаттанған тұсқа қойыңыз. Бал тығыны қабынуды емдейді, геморройдың көзін құртады. Салқын компресс: 1 дана лавр жапырағы мен 1 шай қасық қырмызы гүлді, яғни календуланы ұнтақтайсыз.
ұнтақтың бір ас қасығын бір стақан қайнаған суға салып тұндырып қойыңыз. Шамамен 2 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, мақта матағын малып алып, жарақаттанған тұсқа қоясыз. Сыртыңыздан қағаз таңғыш жабыстырып қою керек. Осылайша 1 сағат жатсаңыз жеңілдеп қалғаныңызды сезесіз. Геморройдың емі қойдың құйрық майы, білесіз бе? 2 жыл бұрын геморрой деген дертке шалдықтым. Осы аурудан мен қойдың құйрық майының көмегімен жазылдым. Содан кейін жүрген жерімде геморройдың емі қойдың құйрық майы деп айтып жүретін болдым. Бұл ата-бабамыздан бері келе жатқан ем түрі. Ол үшін қойдың құйрық майын жараның бетін жабатындай етіп кесіп алып, адасқа салып шымшым бататындай етіп қыздырасыз. Дереу етпеттен жатып қызып тұрған майды жараның үстіне қою керек. Май суығанша 10-15 минуттай жатасыз. Күніне 3 мезгіл жасайсыз да, ары кеткенде 4 күнде геморроймен мәңгілікке қош айтысасыз. Мен бұл емнің тиімділігіне 100 емес, 1000% кепілдік бере аламын. Бастан өткен соң айтып отырмын. Тек шекке ұзыншалап кесілген шеке картопты немесе қызылшаны майға шылап кіргізесіз. Анал тесігіне өрік майын жақсаңыз да керемет ем болады. Бұл майды кез келген дәріханадан табасыз. Шайқурай майына жасалған клизма да керемет көмектеседі. Сарымсақ тісінде ішекке салсаңыз нәтижесін көресіз. Сол кезде аздап ашытуы мүмкін, алайда ауруыңызды басып тезірек жазылуға ықпал етеді. Сарымсақ үлкен дәретпен қоса сыртқа шығады. Оған қоса сәбіз, алма, жүзім шырындарын араластырып ішсеңіз де геморройға ем болады. Аш қарынға сары су ішіңіз. Егер күніне 2 немесе 1-2 стақан емдік су ішсеңіз, геморройдан құлантаза айығасыз. Геморройды емдеу кезінде мынаны шектеңіз. Геморрой шыққандарға крахмал мен ашытқыны, ыстық кофе мен шайды, спиртті, ішімдікті үзілді-кесілді ұмытқаны жөн. Оған қоса фасолды, қышаны, бұрышты, ащы тағамды, шикі жеміс пен бананды шектегеніңіз дұрыс. Оның орнына гүлді қырыққабатты, балықты, балды, пиязды үзбей жеңіз. Күніне 3-4 рет 1 ас қасық пияз шырынын ішсеңіз де керемет ем болмақ. Сондай-ақ шикі көкөніс пен жемістен әзірленген шырынның да пайдасы орасан зор. Геморройдан сақтанудың ең тиімді әрі төте жолы дұрыс тамақтану, белсенді қозғалыс, іш қатуды болдырмау, белге салмақ салмау екенін ескеріңіз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен дертке дауа арнасы.